Қаламызда өткен Кекушанка карате жарысына еліміздің ең мықты 2500 спортшысы жиналды. Әр санатта үздік шыққандар халықаралық жарыстарға жолдама алды. Турнир қалай өтті, тілшіміз баяндайды. Кекушанка карате бұл күш пен төзімділікті сынайтын әлемдегі ең танымал жекпе-жек түрлерінің бірі. Бұл стильдің ерекшелігі қарсыласқа барынша күшті соққы жасауға бағытталғанында. Кекушанкайда тек физикалық емес, психологиялық дайындықта маңызды. Спортшылар әр жаттығу мен жарыс барысында өздерінің шеберлігін шыңдайды, төзімділігін арттырады. Жарыстарда тек техника емес, рухани күште басты рөл атқарады. Осы чемпионатта да әр қатысушы өз шеберлігін дәлелдеп, нағыз күрескер екенін көрсетті. 2500 адам осы сайысқа қатысып жатыр. 20 өңірден келіп, осы чемпионатқа қатысып, болашақта алдымызда келе жатқан әлем чемпионатына, жастар арасында, балалар арасында әлем чемпионатына жолдама алуға осы чемпионатқа қатысып жатыр. Бұндан ұтып шыққан балдарымыздың бәрі осы болашақтағы август айында өтетін, Ақтауда өтетін әлем чемпионатына қатысуға жолдама алады. Қарағанды Кекушанкай мектебі Қазақстандағы ең мықты мектептердің бірі болып саналады. Мұнда спортшылар түрлі республикалық және халықаралық жарыстарда жеңіске жетіп, ел намысын қорғап жүр. Аймағымызда тәжірибелі жаттықтырушылар мен мамандар жұмыс істейді. Олар әрбір шәкіртіне жеке көзқарас танытып, жаттығу процесін ең тиімді түрде ұйымдастырады. И также наши ребята проходили УТ. Біз 2 ай бойы дайындалдық, жаттығу жиындарынан өттік. Сол үшін достық спорт базасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Онда бірнеше оқу жаттығу жиындарын өткіздік. Сондай-ақ біздің жігіттер Қарағандыдағы спорт залдарында оқу жаттығу жиындарын өткізді. Әр салмақ категориясында біздің ұзақ уақыт бойы қарсылас болып келе жатқан спортшыларымыз бар. Олар бірін-бірін жақсы біледі. Тактикалық жоспарларын құрып дайындалды. Бүгін біз жақсы нәтиже көретін боламыз деп үміттенемін. Қара белбеу иегері Данияр Абдрахманов каратемен 9 жылдан бері айналысып келеді. Ол 18 жас пен 65 келі дейінгі салмақ дәрежесінде жарысқа қатысып, осы турнирде 3 жекпе-жек өткізіп, Қазақстан Республикасының чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Подготовка была усиленная. Дайындық өте күшті болды. Жаңа жылдан кейін бірден оқу жаттығу жиындарын бастап, әр демалыс сайын жиындар өткіздік. Күн сайын жаттығулар жасалды. Салмақ категориясы өте жауапты. Қатысушылар да осал емес. Менің қарсыластарым да жақсы дайындықпен келген және күшті. Міне, енді ғана жекпе-жек аяқталды. Өте қиын болды, бірақ біз дайын болдық. Турнирдің алғашқы күнінде қарағандық спортшылар 11 алтын медаль жеңіп алды. Ал екінші күннің қорытындысы бойынша жалпы командалық бірінші орынды иеленді. Спортшыларға медальдар, дипломдар және сыйлықтар табысталды. Диасиль Газин, Дмитрий Обрак, Равиль Валеев, 5-ші арна.